М әрпін жазуды үйренейік. Олар бас әріп және кіші әріпке бөлінеді. М әрпінің бас әріпі ілгегі бар үш түзу көлбеу сызықтан тұрады. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай астыңғы сызыққа тигізе доға сызамыз да, оны үлкен жолдың ортасына дейін түзу көлбеу сызықпен жалғастырамыз. Сол нүктеден төмен сызып, астыңғы сызыққа жете бере, оңға қарай астыңғы сызыққа тигізе ілгек саламыз. Жоғарғы нүктеден оңға қарай тағы да нүкте қойып, түзу көлбеуді ілгекке жалғастыра жүргізіп, астыңғы сызыққа тигізе оңға қарай ілгек саламыз. М әріпінің кіші әріпі ілгегі бар үш түзу көлбеу сызықтан тұрады. Жазу жолының төменгі сызығына сәл жоғары қаламыңды қой. Солдан оңға қарай астыңғы сызыққа тигізе ілгек жасап, жоғары көлбеу тартамыз. Оны жоғары сызығына тигізген соң, төмен қарай көлбеу сызып, оны астыңғы сызыққа тигізе доға сызып, тағы да жоғары сызыққа дейін көтереміз де, тағы да төмен түсіп, төменгі сызыққа тигізген соң ілгек жасаймыз. Енді дәптеріңді ашып, менімен бірге М әріпін жаз.